Ал ана ұлтаразды қоздыруды ол нақты оның қалай айтсам болады сөздері емес нақты іс әрекеттері. Яғни іс әрекет жасаған кезде сол кезде ғана нақты адамды кінәлі қылып айып тағып жаңағы ұлтаразды қоздыру бабымен соттайды. Ал бізде жай ғана Лайк сөз басып үшін отырыңыздаршы, мына бізде жерде не келіп жатыр, бан келіп жатыр. Лайк басыңыздар. 32+ басайық ағайындар, işte рек топ деп жазыңдар. Ал ана бізде қалай сөзге болады, мысалға қалай айтсам, билік мына жүйе ауысу керек, билік ауысу керек деп айтсаң, сені типа сен экстремист дейді. Мына жүйе ауысу керек десең сондай. Әлде жаңағы бір ұлтты бір жамандап қалса, оны да сол үшін жаңағы 74-ші бап бойынша соттайды 3 жылға 4 жылға. Ондай соттауға болмайды ғой негізінде. Ол жай ғана сөз ғой. Ол өзінің ойы сөз бостандығына қауіп төндіріп жатыр. Яғни сөз бостандығын жойып жатыр. Түсінесіңдер ма? Әркім өзі біледі. Мысалға мен айтам, маған мысалға орыстар ұнамайды. Орыстар шірік, сасық болады. Мысалға сөйтіп мен бейне үндеу істесем, сол үшін маған жауапкершілікке мысалға мені тартып жібереді да. Ол дұрыс емес. Ол былай айтқанда өзінің лауазымын асыра пайдаланып жатыр да. Яғни өзінің құзыретін мына жүйе, мына режим асыра пайдаланып жатыр. Сот жүйесі, қылмыстық атқару жүйесі, оперлер мен тергеушілер, менттер асыра пайдаланып жатыр. Сол үшін сол ғой бізде нақты экстремист деген сөздің анықтамасы жоқ, анықтамасы дұрыс жоқ, түсініктемесі жоқ. Әдейі сөйтіп түсініктеме бермеген адамдарды барынша соттау үшін, көбірек қалай айтсам болады, қорқыту үшін, қамау үшін, соттау үшін. Оны не үшін істейді мына жүйе, мына коммунистік жүйе, мына диктаторлық, қылмыстық, бандиттік режим Назарбаев, Тоқаевтың неге олай жасайды? Өйткені қазақ халқы, біреуін мысалы бір адамды соттайды, и соны көрген адам, басқа қазақтар уже ойын айтуға, сөзін айтуға, пікірін айтуға қорқып қалады да. Яғни бұл былай айтқанда қысым, яғни репрессия, яғни бұл қорқыту, үрей туғызу. Осылай қамау арқылы адамдарды заңсыз, әділетсіз. Мысалға енді айыппұл салып жүрсе болады ғой. Бірақ бұрында енді 74-ші бап негізі бұрында 174-ші бап деген бұрын не болған, әкімшілік іс болған. Сосын 2014-тен кейін оны қылмыстық іс деп, яғни қылмыстық бап деп қылмыстық қылып жүрген да болған. Яғни ұлтаразды қоздыру деген тек қана әкімшілік 10 тәулікке, 15 тәулікке әкімшілік құқық бұзушылық, әқібі. Сол, яғни одан сайын қалай күшейту арқылы, заңдарды қатайту арқылы халықты қорқыту, халықты үрей туғызу, ойын айтпасын, сөйлемесін, шындықты айтпасын деп. Солай қолданады да. Ол андай инструмент та. Инструмент, қысымның инструменті, репрессияның инструменті. Соны дұрыс түсіну керек біз қазақтар. Бұл жүйе, бұл режим кәдімгідей былай айтқанда қазақ халқын былай айтқанда қорқыту және құл қылу. Бұл жүйе, бұл режим деген баяғы советтік, коммунистік шіріген зұлым жүйе. Жоғары көтеріліп ойларыңды айтам десеңдер, ағайын,
Мархабат, қош келдіңдер. Айтыңдар. Кіріңдер. Қолдарың тиіп атса енді. Қалайсың, Айгеш? Қалай, амансың ба, құрдас? Ареке, басқа не жаңалық өзіңізде? Амансыңдар? Оу, енді сөз бермейсіз ғой сіз. Күтіп отырамыз қашан сөз береді деп. Жоқ, бізде былай ғой, Сөз. мен болғасын, Ареке, мен отырған кезде, былай айтқан, мен сөйлеп атқан кезде, сөйлеп болғаннан кейін резко сөзді алмасаңыз, мен ұмытып кетем өзім сөз беруге. Мен сізді ана Серік Жамбілашқа ұқсатып кетем. Бір әңгімені жіберсеңіз, лекцияңызды 1 сағатқа жібересіз да. Ешкімге сөз бермей. Береміз ғой, Случайно Серік Жамбілаштың братчикасы емессіз ба деген сияқты болып кетеді да. Шутка. Енді өзгерістің көбесі енді бола ма деп отырық негізі бәріміз. Қазақты енді мынау әділетсіздік, жан-жақты қысымдар, Қытайлар ештеңке оятпаса да, мына дүниежүзілік өзгеріс, қазір Украина мен Ресейдің соғысы, солар бір кеп тиетін шығар, ана бала шағасын бәрін соғысқа айдап атқан кезде, ендігі жылына айдайды дейді ғой негізі. Үйтіп үндемей мал болып отыра берсек. Соның бәрін біз айтып, құлақ қағыс қылып, жеткізіп, көшеде туысқанға бәріне айта беруіміз керек қой. Сол тиген кезде, сондай екен ғой, енді сол кезде бүйту керек екен ғой деген сияқты. Сол аштықлар айран болып кете ме деген ой ғой. Так что айта берейік. Оята берейік, басқа чаттарға да кіре берейік. Например, мен, қарсы емеспін ана Эльвира ма кім еді? Просто қасына тетушкалар отырып алған, сол жерде Тоқаевқа қарсы шықпайды. Енді оларға да тиістіріп, түсіндіріп айта беру керек қой. Мына Қазақстанда бұлықтың бәрі не үшін болып жатыр? Билігіміз таза емес, билігіміз сондай жасап жатыр деп жеткізгім келеді да. Мұсылманмен күресіп, оларды оятам дегенше өмірің жетпейді да сенің. Неғып десең, әр мешітте кім болып отыр да. Так что оларды ояту қиын. Сіздер ойламайсыздар ма түрмедегілерді соғысқа жібереді деп, Қазақстан түрмесіндегілерді Россияға? Бәрін жібереді. Например, 10 жылға соттайды. Бір жарты жыл соғысып қайтсаң, сен бәрін анау кешіреміз десе, барады, тәуекел деп барады олар. Так что сондай болады. Оның бәрі болып жатыр ғой Ресейде. Ресейде болған нәрсе бізде де бола береді. Так что көреміз негізі қазір қысым, қымбатшылық ендігі жылдан бастап, бірақтан осы 16-сына бір шығып, бір сілкіп көрсек дұрыс болатын еді. Біздің билігіміздің жағдайы қалай екенін байқайтын. Мен даже былай байқаймын да, осы біздің мынау қалай белсенді дейміз, активистер мынау тиктоктағы жүрген, бір-бірімізді былай кездесіп танымасақ та, дауыстарымыздан танаймыз, әңгімемізден байқаймыз кім қалай сөйлейтінін. Соның өзінде баяғыдан бері жүргендердің өзі шығады ғой, тура бағанағы тәңіршіл мұсылмандарға келсең, түріңді көрсет дейді ғой. Тура сол сияқты біздің активистерді түріңді көрсет, не істедің сен белсенді болып дейтіндерді бүйтіп кейбір кезде ойлаймын да. Самый главный, әркім өз жолымен келе жатыр ғой. Не қыласың менің түрімді? Ал мықты болсаң, істей берсе, әркім өзінің жағдайына қарап, шамасына қарап қимылдайды да. Соның өзінде де мен байқаймын көп, осы 2-3 жылдан бері мені түрімді көргісі келетіндерді. Оған айтып түсіндірсең де қайта-қайта ұрына береді ғой сол. Келеді да қайттан соған келіп ұрынады ана стеклоға. Сені мен барған кезде шақырып шай ішу керек еді, не қыласың оның бәрін деймін да. Істей берсе, сенімен кездесетіндер кездесіп жүре берсін деп. Сондай кәдімгідей жасы кеп қалғандар сөйтіп сөйлеген кезде сөйтіп барып қаңтарды солардан сұрасаң, қаңтар қалай болды десең, үкімет ұйымдастырды дегеннен кейін
В общем, ойланып кетесің осы кейбіреулері. Ана біліп тұрып суға сиетіндер бар ғой, сөйте ма деп, или неғып ондай олардың ойлары деп. Оның бәрін анау Мұхтар мынау қаңтарда қалай болды деп киносын да шығарып жатыр, шайнап беріп жатыр 86-тан бері. Соның өзін түсінбейтіндерге түсінбеймін, оны өкімет істеді, әдейі істеді, үйтті бүйтті деп. Негізі ана қазақта бір сөз бар ғой, бір ит біліп өреді, қалғандары еріп кетеді де соған. Соларға еріп кетеді негізі. Әдейі жүретін шпиондар болады да, вроде бы әдемі сөйлейді. Там жоқ, активист иә, болып. олар ана яғни билік өзі ұйымдастырды дегенді неге айтады да, мысалы белсенділердің өздері, бірақ біразы бар да сондай, өкінішке қарай. Өйткені жаңағы мұнайшыларды бастықтар сол кезде мұнайдың, яғни сол жаңағы мекеменің мұнай саласындағы бастықтары бәрін жұмыстан шығарып жіберді дейді да. Яғни шығарып жібергенде қалай, бар алаңға барыңдар деп, типа жұмысты былай айтқанда тоқтатып тастады дейді да бастықтар. Содан кейін олар сөйтіп ойлайды да, яғни алаңға барың деп бастықтар айтса, онда оны билік ұйымдастырды деп ойлайды да. Яғни жаңағы мұнайшыларды шығарды, ары қарай қазақ халқы шығып кетіп, енді жаңағы әртүрлі версиялар бар енді. Леон, сен батыста тұрасың да, действительно мұнайшыларды сөйтіп шығарыпты ма?